менің каналыма тіркеліп кетіңіздер, толық видеоны көріңіздер. Қыздар, сізге озвучкамен жазуды жөн көрдім. Қойдың басын жақсылап жуып алып, жақсылап қырғышпен қырып, тап-тұз етіп бездерін алып, мұздай суға салып, осылай қайнатамыз. Қайнаған соң әдемілеп көпігін алып, оттың астын жай қоямыз, қатты қоя қоймайды, бас қатты болып қалады. Және де біз приправалармен соусын дайындайтын және қосатын. Бұның яғни қойдың басына суына қоссаңыз болады, немесе қазір 1 сағат қайнатканнан кейін 1 сағаттан кейін аламыз да, оны фолькамен орап, маринировкасын жасап салсаңыздар болады. Екі түрлі де. Осыны үлкен қасықты алып, немесе острый болған қаламасаңыздар, кішкене ложка ас-қасықпен салсаңыздар болады. Менде острый болған қалады жолдасын, сол себепті үлкен қасықпен қосын. Қызыл бұрыш, не бар, қара бұрыш, әртүрлі приправалардың барлығын салдым деуге болады. Видеодан толық көрсеңіздер болады. И еще 1 қасық мед салдым. Вот осындай әдемі етіп сорпасына қосып, сосын тұзға корейский тұз қосыңыздар, кристаллик өте жұмсақ, әдемі болып пісетін болады. Осылай жағып, суда 1 сағат қайнатсаңыздар болады. Біреулер айтуы мүмкін, суда піскен соң әрине жұмсақ болады. Ондай емес, бәрібір суда піскеннен кейін андай сырты қаттылау болып тұрады. Қазір бұны судан сүзіп алып, мен біраз уақыт негізі фольга тауылмай жүрдім да, едім, не болады екен, фольга тауылмасам деп, рецепт түсіріп қойдым еще деп. Сосын мен осылай жаға салдым барлығын. Фольга табам дегенше жоқ шығар деп, сосын тауып алдым. Қыздар, жасап көріңіздер, мен өзім құйқаны онша ұнатпайтын, негізі қойдың басын ата-енем ұрсатын, нағыз витамин осындайда жеу керек деп ше. На самом деле осылай пісіріп жесеңіздер, құйқаның дәмі мүлдем болмайды екен, прям күшті, сочный. Бәсе неге қытайлар тиктокқа сала береді деп қоям, дәмді болып деп жеп жатады ғой. Бір сөйтіп күйеуім сондайды көп көріп бір күні, давайте маған қойдың басын осылай пісіріп берші деп. Осылай жасағаным бар. Осылай барлығын саласыздар, жағып, немесе осының жартысын қалдырып, жартысын қазір фольгаға орайтын кезде жағып, плюс орасаңыздар болады. Мен кейін сүзіп алдым да. Қазір әдемі етіп фольгамды дайындап алдым. 2 қабат, 3 қабат қылып төсеп, сорпасына дәмді болсын десеңіздер, сонда пияз қоссаңыздар болады. Тоже пияз бүкіл сорпаның дәмін әдемі етеді. Ұнап жатқан болса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Обязательно пісіріп көріңіздер, қыздар. Енді прям күйеулеріңіз айтатын болады, тағы да пісірші деп бар ғой. Айта алмаймын. Осылай фольганы 2 қабат қылып төсеп, жан-жағын, астың жағын, тілін бәрін салып, осылай әдемі етіп орайсыздар. Bir жері ашық қалмау қажет. Тоже 1 сағатқа духовкаға саласыздар. Жемен деп ашып көресіздер. 180 градуста қалай жұмсарды екен. Немесе тағы да бір жарты сағат, 1 сағатқа, тағы да 2 сағатқа қойып қойсаңыз болады. Әдемі етіп ашып, соусымда мен әртүрлі үйдегі ача салат, морковь қосып дайындап салдым. Мұнда күнжіт көріп тұрғандарыңыздай прям күшті болады екен. И пияз обязательно. Вау, жақындап тұрсеңіз болады жан. Қараңыздаршына қалай ажырап жатыр. Бұл нені рецепті мен YouTube каналынан көре аласыздар. Енді айтамын, құйқаның басын жей алмайтын адамдарға істеп берсеңіздер, вообще жоқ қой дәмі, құйқа деген дәмі жоқ. Прям сочынан қарасаңыздаршы. Вау! Блин, ас болсын.